Сәлеметсіздер ме менің кішкентай ғана оқушыларым? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз жаратылыстану. Тақырыбы қандай жануарларды білесің деп аталады. Сабағымыздың мақсаты жануарлардың тірі табиғат екендігін анықтау. Балалар, көңілімізді көтеріп, шатты шеңберді бірге айтайық. Мына сұлу әлемде адам өмір сүреді, үлкен мен кішіге күн сәулесін төгеді. Жарайсыңдар. Балалар, жануарлар өмір сүру ортасына байланысты екі топқа бөлінеді. Үй жануарлары және жабайы жануарлар. Үй жануарларына жылқы, түйе, сиыр, қой және де басқа жануарлар жатады. Ал жабайы жануарларға аю, қасқыр, арыстан, керік, жолбарыс, тағы да басқа жануарлар жатады екен. Жануарлар тірі табиғаттың бір бөлігі. Олар қоректенеді, өседі, көбейеді. Үй жануарларын адамдар өз қамқорлығына алады. Оларға жылы орын дайындап, жем, шөп, су береді. Жылқы киелі жануар. Жылқының сүтінен қымыз дайындалады. Түйе шөлге төзімді жануар. Ертеде адамдар түйені көлік ретінде пайдаланған. Түйе сүтінен шұбат дайындалады. Сиыр сүтінен ірімшік, құрт, қаймақ дайындалады. Үй жануарларының бірі қой. Қой момын жануар. Үй жануарларынан сүт және де ет өнімдерін аламыз. Олардың жүндерінен киім-кешектер дайындалады. Ит пен мысық та үй жануарына жатады. Ит үйдің ауласын күзетеді. Мысық үйде жүреді. Балалар, төлін тап ойынын ойнайық. Жылқының төлі құлын, ал сиырдың төлін табайық. Дұрыс айтасыңдар, сиырдың төлі бұзау деп аталады, ал түйенің төлін табайық. Жарайсыңдар, түйенің төлі бота деп аталады. Келесі қойдың төлін табайық. Жарайсыңдар балалар, қойдың төлі қозы деп аталады. Балалар, осы жерде жануарлардың төлдерімен барлығы қанша? Дұрыс айтасыңыз, барлығы 8. Жануарлар, жабайы жануарлар орманда, далалық жерлерде мекендейді. Балалар, сүйрету сәтін бірге орындайық. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ, шапалақ. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ. Жарайсыңдар балалар. Әліппе дәптерімізді алып, тапсырманы орындаймыз. Көрсетілген үлгі бойынша ең жылдам жүретін жануарды қызыл түспен, ең жай жүретін жануарды көк түспен, ең биік жануарды жасыл түспен, ең кішкентай жануарды қызғыл сары түспен қоршап сызамыз. Келесі тапсырма даусын ажырат. Жануарлардың даусын ажыратайық балалар. Балалар, бұл қай жануардың даусы? Дұрыс таптыңдар, бұл иттің даусы. Жарайсыңдар, келесі жануардың даусын табайық. Тамаша, бұл сиырдың даусы. Келесі жануардың даусын тыңдайық. Бұл ешкінің даусы екен. Жарайсыңдар, келесі даусын тыңдайық.
бұл мысықтың даусы екен. Келесі жануардың даусын тыңдайық. Тамаша, бұл қасқырдың даусы екен. Келесі жануардың даусын табайық. Өте дұрыс, бұл жылқының даусы екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта жануарлар әлемімен таныстық. Жануарлар қай табиғатқа жатады екен? Өлі табиғатқа ма, әлде тірі табиғатқа ма? Дұрыс айтасыңдар, тірі табиғатқа жатады екен. Жануарлар біздерге көптеген нәрселер береді. Сол үшін жануарларды қамқорлығымызға алып, оларға көмек көрсетуіміз керек. Жануарлар тірі табиғаттың бір бөлшегі екен. Ал балалар, бүгінгі оқу қызметінен алған көңіл күйлерімізді бағалаймыз. Керемет, жақсы, орташа. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.